Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен ауызашар дастарханның сәні болатын, өте жұмсақ болып пісетін мини лепешке дайындаймыз. Қажет болатын заттарын төмендегі описаниеға қалдыратын боламын. Алдағы уақытта менің түрлі рецепттерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ыдысымызға жылы суымыз бен жылы сүтімізді құямыз, үстіне қантымыз бен тұзымызды және ашытқымызды салып, қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін ертіп алған сары майымызды саламыз, жақсылап араластырып, үстіне ұнымызды саламыз. Ұнды бірден салмаймыз, аз-аздан сала отырып, қамырымызды илейміз. Сіздер көрсетілген мөлшерден ұнды аз немесе көп салуларыңыз мүмкін, себебі әр ұнның тығыздығы әр түрлі болып келеді. Сондықтан ұнымызды шетінен сала отырып, жұмсақ қылып қамырымызды илеп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз өте жұмсақ, қолға жабыспайтын болып келеді. Енді оның бетін салафанмен жауып, орамалмен жауып, бөлменің температурасына қойып қоямыз 1-1,5 сағатқа. Осындай әдемі болып көтерілген қамырларымызды дастарханымыздың үстіне ұнды себемізде қамырымызды салып, одан кейін бір қайтара елеп жіберіп, барлық қамырымызды таразының көмегімен бірдей болып шығу үшін 100 граммнан бөліп аламыз. Бөліп алған қамырларымызды осындай дөңгелек формаға келтіреміз. Дөңгелектеп формасына келтіріп алған қамырларымыздың ортасын ашықтау етіп қойып шығамыз. Дайындап алған нандарымыздың бетіне жауып 15 минутқа қоямыз. 15 минуттан кейін осылай әдемі болып көтерілген қамырларымыздың ортасын қолдың көмегімен басып шығамыз. Шанышқының көмегімен орталарын бір басып шығамыз. Одан кейін жұмыртқаның сарысымен 1 қасық сүтті араластырып, бетіне жабып шығамыз. Әсемдік үшін кунжут себеміз және алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Қалған нандарымызды орталарын басып, жұмыртқаны жағып, үстіне кунжутты сеуіп, осылай 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз бұларды да. Біздің мини лепешкеларымыз өте әдемі жұмсақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менде мұнда 30-дан аса шықты. Егер сіздер бұл көп десеңіздер, көрсетілген мөлшердің құрамдардың жартысын ғана жасасаңыздар болады. Менің видео рецептерім ұнаса, каналға тіркеліп, қоңырауына басуды және лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сонда видеомның бірінші болып көретін боласыз. Тұтқан оразаңыз қабыл болсын. Сіздермен болған Ақмарал.